Бұл шығарылым автохимия, бытовой химия кәсібі жайлы болады. Айына 1,5 миллион теңге табуға. Қазір бізде 14 түрлі автохимия, бытовой химия өндіріп жатырмыз. 9 мың теңге болады, біз 18 мыңға теңге сатамыз. 1,5 миллион таза түсіруге болады осы неді. 10 автомойка мен 5 кілем жуатын орталықта өзіңізге қаратып алсаңыз, сондықтан 1 тонна жасаймыз, ертесінен құямыз. 1 тонна жасаймыз, ертесінен құямыз. Бұл шығарылым автохимия, бытовой химия кәсібі жайлы болады. Бұл кәсіпті бір күнде үйреніп, айына 1,5 миллион теңге табуға. Қызық болса, видеоны соңына дейін көр. Құрметті достар, бізді бытовой химия, автохимия кәсібімен таныстыратын темірханаға. Так, бірден басайық, біз қазір қай жердеміз? Біз қазір автохимия өндіретін цехындамыз. Осы өндіру цехымыз біз непосредственно бочканың ішінде бізде автохимия өндіріледі. Оның ішінде біз көбінесе автошампунь бесконтактный дейді ғой. Қазір бесконтактный мойкалар көп қой. Соларға арналған автошампуньдар, автовоск, дөңгелек қарайтатын чернение, кілем жуатын шампунь. Міне ол жерде осы өнімдеріміздің бәрі осы жерде тұр. Осы біздің өндіретін өнімдеріміз осылар. Так, қазіргі таңда автохимияның қанша түрін өндіріп жатсыз? Автохимия, бытовой химия қанша түрі бар бізде? Қазір бізде 14 түрлі автохимия, бытовой химия өндіріп жатырмыз. Осының ішінде біз көбінесе айтылған осы автошампуньдар, негізгі біздің потребительдеріміз осы бесконтактный автошампуньдар. Автомойкалар көп болатын бізден. Қалғандар кілем жуатын орталықтар көп болады бізден, өзіне кілем жуатын шампуньды. Сосын мына незамерзайка, машинаның терезесіне жуатын антифриз. Осындай 14 түрлі өнім өндіреміз. Қазір енді основной автохимия деп жатсыз ғой. Мысалы бір осы автохимияның несіне келейік. Бір себестоимость қанша негізі бір автохимияның? Бізде мысалы 20 литрге санала ма? 20 литрлік мынандай канистраларда болады, 20 литрlik канистра болады. Бұның өзінің бағасы мысалы 9 мың теңге болады, біз 18 мыңға теңге сатамыз. Бірге 100% маржа ғой. 100% маржа, бірге бір қосамыз. Түсінікті. Бағасы себестоимость канистрамен бірге 9 мың теңге болады. Канистрамен, жағына сыртында этикеткасы болады, жұмыстың ақшасы, светтің ақшасы бәрін есептеген кезде 9 мың теңге келіп тоқтайды. Біз оны 18 мың теңгеге сатамыз. Түсінікті. Негізі басқа қандай елдер өндіреді осы автохимия? Қазақстанға қай ел тағалып келеді? Көбінесе осы орыстар алып келеді, Ресейден келеді. Основном Ресейден келеді. Сосын мына кілем жуатын шампуньды мына Эра деген турецкий компаниялар алып келеді. Осы көбінесе. Бірақ олардың өнімдері біраз қымбат болады. Өйткені олардың ақшалары да құнды біріншіден, екіншіден алып келу логистикасы бар. Сондықтан олардың әкелген өнімдері біраз қымбаттау болады біздікінен. Біздікі жаңағыдай преимущество ететін ерекшелігі осы кішкене арзандау бағасы. Сапаларын біз қазір жақсы жасап үйреніп алдық. Негізі технология сапалы бірдей. Қазір біз 3 жылдан бері айналысып жүрміз ғой. Ақырындап сапасын солардың стандарттарына әкеліп, қазір олардан да жоғары стандартпен жасап жатырмыз. Жалпы осындай өндіріс ашу үшін қанша қаражат керек? Қазіргі таңда 2,5 миллион ақшаңыз болса, осы өндірісті ашуға болады. Бірінші кететін жаңағы оборудованиялар, қондырғылар, бірінші қондырғылар. Одан кейін барып шикізатқа көп ақша кетеді. Сосын обучение, үйренуге 500 мың. Қазір мен 500 мыңға осы біраз балаларды Қазақстанда үйретіп жатырмын. Негізі толықтай минимально бастап кетуге 2,5 миллион теңге жетеді. 2,5 миллион теңге болса, жалпы осы кәсіпті басынан бастап кетуге болады. Мұна енді тұрған біздің кішігірім зертханамыз. Біз мысалы рецепті бір Ресейден, шетелден сатып алған кезде, ол жаңағыда үлкен өндірістік объемда береді, мысалы 1 тонна қалай жасау керек екен. Мен аламда 1 килограмм ғана жасап, бірінші эксперимент жасап көрем. Мысалы жидкий мыло, мысалы ферри, мысалы осы ферриді мысалы жасап көрем. Өзіміз қол жуып, жасап испытание өткіземіз қысқасы. Үйге қолданыста қолданып көреміз, сынақтан өткіземіз, дұрыс жасаймыз, дұрыс жұмыс істей ме, дұрыс жұмыс істемей ме, қалай рет қолға зияны жоқ па, осылардың бәрін зерттеп, осы лабораторияда бәрі дұрыс болғаннан кейін рецепті дұрыстайтын жерлерін дұрыстаймын, алып тастайтын жерін алып тастаймын, қосатын жерін қосып, ақшасы мен құны мен сапасы бірдей болу керек қой. Сондайға келген кезде ғана мен уже өндірістік масштабта жұмыс істей бастаймын, 1 тонна қылып жасаймын. Оған кейін біз бір эксперимент жасайтын жеріміз осы менің кішігірім зертханам. Енді любой автохимиямен айналысам деген адамдардың бір қорқынышы бар шығар, ол денсаулыққа қаншалықты ол зиян? Ол жерде техника қауіпсіздігін әрдайым сақтап отыру керек болады. Ол бағана көрсеткендей, ол ішінде вентиляционный люктар, яғни ауаны сорып отыратын, ауаны тазартып отыратын люктар болады. Сосын ауызға маска киіледі, көзге очки, қолға перчатка киіп отыру керек.
бұл жерде өткен автошампунь, бесконтактный автошампуньда каустик, ОТФК, трилон деген адам денсаулығына зиян нәрселер бар. Бірақ желдетіп бәрін тазалап отыратын болса, масканы киіп техника қауіпсіздігін сақтайтын болса, ешқандай қауіп жоқ. Мен біраз болды, 3 жылдан бері жұмыс істеп жатырмын, ешқандай пока оның зиянын көрген жоқпын. Түсінікті. Жалпы ең қазір маржинальный бізде автохимия болса, тағы да одан кейін қайсысы негізі маржасы жағынан жақсы? Осы автошампуньдар, сосын кілем шампуньдар да жақсы. Бұл жерде химияға көбінесе бірге бір қосылады бәріне. Бірге бір қосылады? Почти бәріне бірге қосылады. Кейбірде болады 70-те 30 мысалы, 70 шығын 30 пайда. Но основном бірге бір қосылады. Түсінікті. Так, бізге осы кәсіпті бастау үшін, мысалы қаншалықты үлкен здание керек, размерлері қандай болу керек зданияның? Мынау біздің қазір негізі өндіретін жер. Міне осы өндіріс цехымыз. Размері қандай болу керек бұл жердің? Мына қазір мен осы жерде 3 жыл болды жұмыс істеп жатқаным, 5-те 5, ені 5, ұзындығы 5 та, биіктігі 3 метр. Осы цехта біз 3 жылдан бері жұмыс істеп жатырмыз. Основной осы жасалатын бочкамыз, осы жерде автошампунь жасалады. Қалған нәрселер 200 литрлікте бочкаларда жасалады. Кейбірде болады. Жаңағы үлкен объем болып кеткен кезде, осының ішіне жаңағыдай антифриз, незамерзайка, үлкен объемді жасап, бочкалармен сыртқа шығарып береміз. Мысалы, көбінесе біз осындай заказбен қабылдаймыз ондай үлкен объемдарды. Заказ болса ғана істейміз, заказ болмаса оны істемейміз. Предоплатасын алып, жасап, одан кейін толықтай жеткізесіз. Өйткені оған шикізат алу керек қосымша, сосын барып ыдыстар мына жерге үлкен сыймай кетеді, складқа сыймай кетеді. Сондықтан біз алдын ала заказ алсақ, соны жасап беріп жібереміз болды. Так, осындай өнеркәсіп үшін негізгі құралдар қандай? Не керек негізі? Неден бастау керек? Негізгі, мысалы, осы мына айтылған бочка, Еврокуб, үстіндегі қозғалтқыш, ішінде арнайы материалдан жасалған араластырғышымыз бар. Сосын бізде негізгі нәрселердің бірі ол фильтр болып табылады. Су өте идеальный таза болу керек, кристальный чистый болу керек, өйткені құрамында тұз, саз, балшық деген сияқты приместер болмау керек. Өте идеальный кристальный таза су болса, содан біздің автохимиямыз жақсы өндіріледі. Сондықтан біз ондай 5-ступенчатый 5 сатылы фильтр қолданамыз, обратно осымыз. Сосын оны аламыз да, фильтрін өткізіп, мына үлкен бочкаға тұндырамыз. Жарты тонналық үлкен бочкаға тұндырамыз, осы бочкадан алып, кез келген химиямыз осы жерден жасай береміз. Сондықтан ондай көп нәрсе керек жоқ. Сосын әрине мына жер жаңағыдай ыдыс аяқтарымызды жуатын, жылытатын жаңағыдай құрылғы керек. Жылы су болу керек, обязательно жылы су болу керек міндетті түрде. Сосын бар вентиляционный люктар болу керек, техника қауіпсіздігін сақтайтын ондай бочкадан шығатын андай вентиляторлар болады, ауасын тазалап отыратын, и жаңағыдай осы цехтың ішінің ауасын жалпы тазалап отыратын осындай вентиляционный люктар болу керек, яғни ішінде химияның иісі адамға зиянсыз болу керек. Мына тұрған жеріміз біздің қазір склад, мынау подвал, үйдің асты, жылы жер бұл жер. Мына кейбір өзіміздің жаңағы канистралар заказ береміз, бос канистраларымыз, кейбір анда-санда қолданатын шикізаттарымыз болса, қатып қалатын шикізаттар болады, кейбірде мына суықта, аязда кішкене тоңдап қалатын шикізаттарымыз болады. Осыларды осы жылы жерге, осы қоймаға келіп қоямыз да, осы жерден керегін алып отырамыз. Негізі жалпы жаңа автохимия қаншалықты уақытта жылы болу керек ол өндіріс болатын жерде? Бір-екі нәрсе ғана бар, осы суықтан қорқатын. Қалған бәрі проблема жоқ, суықтан қорықпайды. Негізі салқын жерде жұмыс істейді. Салқын жерде жұмыс істейді. Бір-екі нәрсе ғана салқыннан қорқады. Жалпы негізі қайдан келді осындай идея, осы автохимиямен айналысам деген идея қайдан келді? Мен інілерім не ашты ғой, бірінші автомойка ашты. Содан кейін осы автошампуньді орыстардан алып отырды. Алматыда бірінші бастаған орыстар осылардан алып отырды. Содан кейін олар өздері осындай автомойканың мойкаларын орнатумен айналысты. Сол кезде сол орыстардан алып отырды әрдайым. Содан кейін бар олар осы идея келді, маған предложение түсті. Сіз неге осыны үйреніп, неге осымен айналыспайсыз, осы неге кәсіп қылмайсыз деп. Сонымен олар өздері бірінші спонсор болып, осы кәсіпті маған ашып берді. Мен өзім үйреніп, Ресейден үйреніп келген бір қазақ жігіттен өзім барып обучение үйреніп, қасында жүріп, көзіммен көріп, қолыммен ұстап үйренгеннен кейін өзім осы кәсіпті аштым. Қазір шүкір 3 жылдан бері айналысып жатырмыз, Құдайға шүкір. Жақсы. Бір автошампунь несінде алайықшы, примерінде алайықшы. Мысалы, мен автошампунь жасағым келіп тұр. Мен неден бастаймын? Поэтапно бүйтіп айтып өтсеңіз. Бірінші әуелі осындай өндіріс цехын орнын дайындау керек, қай жерге жасайтын зданияңыз болу керек, яғни зданияңыз болу керек. Сосын осындай элементтерді сатып алу керек, бочка сатып алу керек, жаңағы жылыту құралын сатып алу керек, мынандай бочка, фильтр, осы заттардың бәрін алып, бәрін ұйымдастырып, бәрін бір-біріне қосу керек. Содан кейін шикізат. Енді мәселе шикізатқа келіп тіреледі. Шикізат бізде қазір Ресейден, Қытайдан келеді. Үлкен складтарымыз бар, осы оптовый складтар бар Алматыда. Біз сол жерден барып аламыз. Екінші адаммен сразу неден әкеліп сататын жерден. Тікелей складтан, тікелей склад қоймадан барып аламыз біз. Негізі, енді бұл химия болғаннан кейін бұл шикізаттан жасалынады. Шикізаттың тапшылығы жағынан қалай негізі?
Бұл қиын ба, табу қиын ба? Иә, бір кездері осы автохимия өндірісі енді басталып жатқан кезде кішкене шикізаттан проблемалар болған, оның үстіне пандемия болды, содан кейін енді жаңа конкуренция аз болған. Қазір құдайға шүкір бір 4-5 үлкен ірі компания бар, осымен айналысатын шикізатты осы Алматыға, Қазақстанға кіргізіп отырған. Қазір олардың арасында конкуренция, сондықтан қазір шикізат біраз бағасы да түсті, и доступный қазір кез келген шикізатты кез келген уақытта тауып алуға болатын мүмкіндік бар. Басында кішкене қиын болған расында. Қазір мынау сіздердің шикізаттарыңыз, Осы жерде тұрған біздің шикізаттарымыз. Ең бұның ішіндегі ең сложный осы автошампунь жасалатын бұл 7 түрлі элементтен тұрады да. Мына бочкалардың бәрінен әрқайсысын керекті мөлшерде салынады мына бочкаға. Ол жерде араластырып, керекті температурада, керекті уақытпен араластырып, сосын барып дайын болады. Осы жерде көбінесе мына тұрған осы шикізаттар. Сосын мына жерде әртүрлі бізде өңдеуші краскілеріміз бар, жаңа бояушы краскілеріміз, иістер қосылады. Осындай нәрселерден тұрады. Түсінікті. Жалпы енді жаңадан бастап жүрген адамға енді көп объем емес, кішігірім объеммен шикізат алуға бола ма? Қаншалықты минимально алу керек негізі? Мынандай қаппен алатындар 25 килограммен алуға болады. Ал бочкамен алатындар ең минимальный ол 220 килограмм болатын болса, ол бочкамен бөлініп сатылмайды, сол бочкамен алу керек болады. Бір адам осы кәсіпті жүргізу үшін минимально қанша клиенті болу керек? Енді бастап кезде клиент сразу болмайды. Бірінші бастап кезде жинау керек, өзіңді көрсетуің керек, сапамен бағаның сапалы болу керек, әрі бағасы арзан болса, мысалы клиенттер өздері келеді. Соны сен дәлелдеп, мысалы бастап кезде мойкалардан бір 10 шақты автомойка, бір 5-6 кілем жуатын жер болса, осымен уже бастап кетсеңіз, айына 1,5 миллион ақша түсіп тұрады. Негізі кішігірім қалалардың өзінде кемі бір 15 мойка бар ғой? Қазір ауданның орталықтарында 15-20 мойкадан қазір бар кем дегенде. Кілем жуатын 5-еу бар дейсіз ғой? Орталықтар бар, иә. Мысалы, жаңағы 10 автомойка және де бір 5 кілем таптық дейік, шамамен қанша қаражат табылады айына? 1,5 миллион таза түсіруге болады осы 10 автомойкамен 5 кілем жуатын орталықта өзіңізге қаратып алсаңыз, соның сіздің клиентіңіз болатын болса, 1,5 миллиондай ақша табуға болады. Айтқанда бір жарты ауданды обслужить етіп, айына 1,5 миллион теңге таза пайда табуға болады. Жалпы өзін ақтауға сонда айтқанда 10 клиенті болатын болса, бір 2 айдың, 3 айдың шамасында өзін ақтауға болады, бұл кәсіп? Әрине ақтауға болады. Сіз қанша уақытта өзіңіз плюсқа шығып кеттіңіз негізі? Менің преимуществом жаңа інілерім автомойкалары болғаннан кейін база клиенттер болды. Клиент базасы мен сразу пайда болды. Олар уже бүкіл бұрыннан бері жұмыс істеп жүрген автомойкалардың бәрі маған бағыттанды, мен сразу мощностьқа шығып кеттім. Сразу плюсқа шығып кеттіңіз. Інілерім арқасында тез осындай клиент жинап алдым. Негізі клиенттерді қақтың табу болады? Реклама ма, қай реклама береді, немесе аралау керек па? Мысалы, әр өнімнен кішкентай ыдысқа құйып, мысалы автомойкаларға, мысалы 2 литр, 3 литрін апарып, өзің қосып, көрсетіп, жуып беру керек та, сонда олар көздері жету керек сапасына, и бағасын осындай деп бірлік етсеңіз, мысалы олар қымбаттан алғанша арзан алмаймыз деп ойланады, мысалы сапасы тура сондай болса дейді, сосын сізге қарай өтеді. Сөйтіп бастапқы кезде жақсылап осылай жұмыс істеп клиент жинау керек. Негізі реклама көзі барып аралау керек, айтқанда майкаларда. Барып аралау керек. Енді ол X-қа қазір әркім өзінің местный, әр ауданда өзінің несі бар ғой, местный рекламный нелер бар, сол жерге реклама беру керек. В общем, жарнамалау керек. Осы кәсіпті бастауға қанша жұмысшы керек негізі? Менің қол астында бір-ақ қана балам бар. Мен ол өзінің арнайы басқа өзінің жұмысы бар, маған қосымша жұмыс ретінде келеді. Мен шампунь бітті деймін, ол келеді да жасайды. 2-3 сағатта автошампунь 1 тонна шампунь жасайды. Ертесінен келіп 2-3 сағатта күйіп кетеді. Ол өзі уақытты таңдайды. Таңертең келіп жасай ма, кешке келіп жасай ма, түнде келіп істеп кете ма, өзі біледі. Мен оған 80 мың теңге ақша беремін, мысалы бір айда. Сол ол өзінің қосымша жұмыс ретінде жұмыс істеп кетеді. Негізі мысалы қазір осы кәсіпті үйреніп бастайтын адам жалғыз бір адам бастап кете алады ғой, иә? Әрине бір адам бастап кете алады. Басында өзі жасап көріп, үйреніп, әбден қолын жаттықтырып алғаннан кейін барып, қасына бір жұмысшы көмекші алып, ол жасай береді, сен уже сатумен айналысасың. Негізі бұл кәсіпте сезон бар ма? Иә, қыста кішкене автошампуньдардың несі тоқтайды, кішкене өтімі сәл азаяды. Кішкене азаяды. Сосын көктемнен бастап сезон басталады. Көктемде машиналар кірір болады, балшық жаңбырлар көп болады. Күзде, көктемде бұның сезоны жақсы жүреді. Негізі күз көктем бұның сезоны, иә? Бұның сезоны көбірек өтеді сол кезде. Көбірек өтеді, иә. Жалпы 5-5 қазір сіздің цехыңыз, иә? Осы өндіріс күніне қанша литр өндіресіздер? Біз енді сұранысқа байланысты, сұраныс жақсы болатын болса, күніге 1 тонна өндіріп отыруға болады, ешқандай проблема жоқ. 1 тонна өндіреміз, ол ыстық болады, бірінші жасап жатқан кезде қайнап тұрады, қол тигізбейтіндей ыстық болады, 70-80 градусқа дейін қайнайды. Содан кейін барып, оны біз суытып барып құйып алуымыз керек та.
Сондықтан 1 тонна жасаймыз, ертесінен құямыз. 1 тонна жасаймыз, ертесінен құямыз. Егер не болатын болса, жаңағыдай тапсырыс болатын болса, күніге 1 тонна жасап беруге дайынбыз. Жасап беруге болады. Қазіргі сұраныс бойынша негізі қанша өндіріп жатсыздар қазір? Қазір қыс уақыты болғандықтан біз қазір 7-сіне 1 тонна ғана жасап отырмыз. 7-сіне 1 тонна. Ал мына көктемде, күзде 3 күнде 1 тонна, 2 күнде 1 тонна кететін кездер болады. Енді өтіміне байланысты қалай өтеді, сұрау жасаймыз, өтеді, сұрасаймыз, осылай отырамыз. Қазір сіз қанша мойканы Қазақстан бойынша бір 20-30 мойкамыз бар. Жан-жақтан қазір енді мына бизнес жасау кішкене оңай болды ғой. Мына Каспий арқылы жасаймыз. Сосын барып логистика қазір дамыған, Алматыдан кез келген нүктеге жібере беруге болады. Біз аламыз да, қай жерден заказ келеді, сол жерге жібереміз. Каспиймен ақшасы аударылады, болды, ешқандай проблема жоқ. Білуімше, тек қана Қазақстан емес, сіз тағы да жақын Қырғызстанға да жібересіздер. Қырғызстанға қазір мына біз соңғы кезде біз қазір розовый шампуньдар пайда болды. Біз Ресейден оның рецептін сатып алып, соны қазір өндіріп жатырмыз. Розовый пенаны. Сол қазір жақсы өтеді. Осы қырғыздар сол пенаны көп алады бізден. Біз тонналап жібереміз ол жаққа. Иә, Қырғызстанға, иә? Қырғызстанға, жалпы осы кәсіпті YouTube-тан көріп бастауға бола ма, мысалы, технологиясын қарап? Негізгі жұмыс процесі өте қиын емес, ол бірінен соң бірін ыдысқа салып отыру ғой бұл жерде мәселе. Бұл жердегі ең қиын нәрсе бұл рецепт. Рецепт қай нәрседен қанша мөлшерде салу керек, қанша уақыт ұстау керек, қандай температурада оны тоқтату керек деген сияқты. Жаңағыдай біз өзіміз бір рецепті 200-300 мыңға сатып аламыз Ресейден. Әр рецептің құны 200-300 мың. Негізі солай. Бірақ мен қазір обучение үйретіп жүргенімде сол 14 рецептің бәрін сол 500 мыңға өзіміздің қазақ бауырларымызға үйретіп жүрмін. Қазір көп кәсіп бастап кеткендер де бар, алып кеткендер. Негізі қазір осы видеоны көріп, осы кәсіппен айналысқысы келіп жүрген адамдарға мысалы оқытып, көрсетіп, технологиясын бере аласыз ба? Не, әрине. Ол негізгі жұмыс ондай қиын емес. Жаңа айттым ғой, тек рецептін біліп алса болды. Маған келеді, бір күннің ішінде мен түске дейін теорияны үйретемін. Мысалы, қай шикізат қандай функция атқарады, қандай қызмет атқарады. Оны мысалы көбейтсе не болады, оны азайтса қалай болады, оны қоспай қалса не болады деген сияқты теориялық сұрақтарға бәрін жауап беремін. Мен арнайы кабинетім бар үйде. Жерде компьютерім, жаңағыдай мониторым бәрі бар. Осы жерде балаларды отырып үйретемін теориясын. Содан түстен кейін бағанағы цехқа барып, осы жерге келіп лабораторный жұмыстар жасаймыз. Сосын үлкен өндірістік масштабта жаңағы автошампунь жасап көрсетемін өздеріне. Сөйтіп ол бір күннің ішінде Байқанда өзінің ауданына барып кәсіпті бастап кете алады. Өзінің ауданына барып бастап кете алады. Байқанда қаяқтан шикізатты алуға болады. Оның бәрін барлық оборудование, қандай оборудование керек, қаяқтан алуға болатын барлығын түсіндіріп бересіз ғой. Барлық информацияны мен қолына бірінші жаңағыдай қағазға шығарып беремін, одан кейін электронды нұсқасын беремін, сосын келіп жасап көрсетемін. Біздің осы ерекшелігіміз сода. Ол былайда түсінбеген нәрсесін қолмен жасап көреді, болмаса электронды версиясы болады, видеолар бар. Жаңағыдай суреттер бар, олардың бәрін мен оның файлына салып беремін. Салып, уже таза практикамен толықтай қолына үйреніп кетеді. Не, теория мен практика бірге болады. Негізі толықтай үйреніп кетуге бір күн жете ма? Бір күннің өзі жетеді, иә. Негізі осы уақытқа дейін қанша кәсіпкерлер үйреттіңіз? Бір 15 адамдай уже менде оқыды. Біз өзімізге общий чат ашып қойдық. Осы чаттың ішінде біз одан кейінгі де ары қарай байланысымызды үзбейміз. Қаяқта не алып жатырмыз, тағы бір жаңалықтар болса, қосымша нәрселер, бір нәрсе мысалы оңайлататын бір нәрсесін тапсақ, сол кезде біз бір-бірімізбен хабарласып әрдайым байланыста боламыз, общий чатымыз бар. Түсінікті. Қазіргі уақытта қай қалаларда сұраныс көп? Негізі бізге осы оңтүстіктен Жамбыл облысы, Шымкент облысынан көп келеді. Енді солтүстіктен аздау келеді. Мысалы Павлодар деген жерден мысалы менде ешқандай әлі Қостанай, Павлодарда менің оқушыларым жоқ. Әр ауданда мысалы жасайтын болса, сол жердің жергілікті жерін қамтамасыз етуге өте ыңғайлы та. Өйткені біз қанша логистикамен жібергеннің өзіне мысалы біз саламыз, оны ертесіне барып саламыз, одан кейін ол 3-4 күн жолда жүреді. Доставкасының ақшасы бар, ұзақ күтіп қалады да. Мысалы автошампуньдер келеді, бітіп қалған кезде оларға бүгін керек. Сондықтан жергілікті жерлерде болса, олар соған преимущество соларда. Құрметті достар, егер де осы кәсіп сіздерге қызық болатын болса, төменде нөмірді қалдырып кетеміз. Хабарласыңыздар, үйреніп, бір күннің ішінде үйреніп, осы кәсіпті бастап кетуге болады. Негізі керек нәрсе канистра ғой, канистраға қаяқтан аласыздар сіздер? Көбінесе расходный материал дейді. Канистра осы бізде Қаскелеңде шығады, қазір Алматы облысында көп жерде шығады. 4-5 жерде. Қазақстанда өндіріледі. Қазақстанда өндіріледі, Қазақстанда прямо осы даже біздің тұратын жер ауданның өзінде канистра шығатын жер бар. Оған кез келген канистра болмайтын шығар, ол өзінің арнайы канистрасы болу шығар. Иә, арнайы канистрасы болады. 10 литрлік, 20 литрлік, олардың әртүрлі түрлері болады. Сол түрлеріне байланысты мен қай жерде не алу керек екенін бәрін көрсетемін, үйретемін. Ол жерде ешқандай проблема болмайды. И ол жасап әбден үйреніп кеткенше менімен контактта байланыста болады, чатта болады. Түсінікті. Қорытындылайық, қазір осы кәсіппен айналысқысы келіп жүрген немесе
Жалпы кәсіппен айналысқысы келіп жүрген адамдарға берер кеңесіңіз қандай? Енді бұл кәсіппен жай адам айналыспайды негізі. Өзі осы кәсіпті өзі қарап, үйренем деп жүрген балалар, өзі маған үйренуге келген балалар, өздері кішкене жаңағыдай бастары істейтін балалар, өзі техника, технологияға жақын балалар келеді да, сондықтан менде үйрету онша қиын болмайды. Тез үйреніп кетеді балалар. Олар енді бірінші осы қаражат қой, 2,5 миллион қаражаты болса, пошаговый мен қазір неден бастау керек, мысалы, қандай заттар алу керек, материал алу керек, қандай шикізат алу керек, и үйрету. Осылардың бәрін мен пошаговый үйретем, ешқандай проблемасыз бастап кетуге болады. Кез келген ауданда Қазақстанның. Құрметті негізгі керекті сұрақтардың барлығына жауап берді деп ойлаймыз. Егер де бір қойылмаған сұрақтар болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Сұрап біліп сіздерге жауап беруге тырысамыз. Сізге рахмет сұхбатыңызға. Сау болыңыздар. Іскердің кезекті шығарылымы аяғына жетті. Соңына дейін көрген үшін алғысым шексіз. Енді сіздердің кішігірім өтініш. Ол сіздердің қолдауларыңыз. Комментарий, лайк, подписка. Іскер соңы рахмет.